Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, әдемі, жұмсақ болып шығатын капкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Сіз бірінші рет жасасаңыз да, дәл осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде шығады. Жасалу жолы қатты қиын емес. Қиын деп ойласаңыз, заттарына да көп нәрсе кетпейді. Осындай закрома майын қосам, мен 2 есеге ұлғайтып жасаймын. Бөлме температурасында тұрған болу керек. Холодильниктен алдын ала шығарып қойыңыздар. 2 есеге ұлғайтқан соң міне 2 майды қосып жатырмын. Сосын шекерді де көп мөлшерде қосып жатырмын. Мына жерде көрсетіп тұрған граммдардан. Енді осы екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп жақсылап болғаннан кейін барып жұмыртқамызды қосамын. Негізі 2 жұмыртқа мен көрсетіп қойған жерде, бірақ мен ұлғайтып жасап жатқан соң 4 жұмыртқа қосам. Бір жұмыртқадан асықпай миксерлейміз. Осылай бәрін бірден қосып жібермей, асықпай осылай бір жұмыртқадан миксерлейтін боламыз. Осыны жақсылап миксерлеп болған соң, бөлме температурасында тұрған осындай жылылау сүтімізді қосатын боламыз. Қосып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп болған соң, електен өткізген ұнды қосамыз. Алдын ала өткізіп, дайындап тұрамыз. Көрсетілген мөлшер бойынша тым аз да емес, көп те емес, берілген құрамға қарап жасасаңыздар, капкейктеріңіз міндетті түрде керемет болып шығады. Осылай міне жақсылап миксерлейміз. Сіздерге көрсетіліп тұрған астында тұрған граммдардан 13, 14, 12 капкейк шығады. Ал мен бұл жерде 30-ға жеткізіп жасап жатырмын. Сіздерге көрсетіліп 1 чайный ложка қоссаңыздар, мен бұл жерде 2 чайный ложка толтырып қосып жатырмын. Өйткені мен бұл жерде сәл көлемінен көптеу істеп жатырмын. Осылай ұнға араластырып жіберіп, қалған бөлігін жақсылап миксерлеп аламын. Тестасы тым қатты да болып қалмау керек, сұйық та болып қалмау керек. Дәл видеода көрсетіліп тұрғандай масса шығаруларыңыз керек. Міне, тестамыз дайын болды. Енді осындай кондитерлік дүкенінен алынған осындай ыдыстарыма, формаларыма салып пісіремін. Осындай формалардың неше түрлі әдемілері бар. Бір алып қойсаңыздар, сіздерге жетеді. Осылай міне қасықпен салып шығамыз. 1 қасық көлем деп аласыздар өздеріңіз. 1 қасық немесе 2 қасықтан барлығын осылай салып шығасыздар. Пешке 170-180 градуста пісіріп аласыздар. 25-30 градуста асықпай ұзақ уақыт тез пісіретінге қойып, тағы күйдіріп алып, асты көтерілмей қалмай, солай етіп жүрмеңіздер. Асықпай 180 градуста пеште пісіріп алыңыздар. Кез келген торт пирогты пісіргенде астын жай қойып 200 градус немесе 180 градуста пісіреміз ғой, дәл солай асықпай пісіріп аласыздар. Егер асығып пісіріп қойсаңыздар, көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан өз уақытымен пісіреміз. Енді кремін жасайтын боламыз. Творожный сырымызды, осындай творожный сырға сливки, сосын сахарный пудра қосып, үшеуін жақсылап миксерлеп крем шығаратын боламыз. Ең алдымен осылай творожный сырларыңызды шығарып аласыздар. Мен бұл жерде көп жасап жатқан соң көп қосып жатырмын. Көлемде жазбадым, өздеріңізге керек мөлшерде лайықтап істей бересіздер. Шекер қоспаған соң сахарный пудраларыңызды көптеу етіп қосасыздар. Енді тәтті дәм беретін бұл жерде сахарный пудра болғандықтан көбірек қосасыздар. Сливкиді көп қосып қажет емес. Көп мөлшерде қосып қойсаңыздар, кремді сұйық қылып жіберу мүмкін, формасын сақтамай қалуы мүмкін. Сондықтан барынша азырақ қоса беріңіздер. Ең алдымен бірінші сливкиді араластырып алсаңыздар да болады негізі. Осылай міне төңкерген кезінде крем өз-өзін ұстап, формасын ұстап тұру керек. Осылай енді біздің капкейктерімізде, кремімізде дайын болды. Енді біз капкейктерімізді әдемілеп әсемдейтін боламыз. Осылай кондитерлік мешокқа басын насадкасын қойып, осылай міне дәл видеодағыдай капкейктерімізді сәндейтін боламыз. 2-үшеуін істегеннен кейін қолыңыз үйреніп кетеді. Аса қатты қиын емес. Кондитерлік дүкеннен бір керекті заттарыңызды алып қойсаңыздар, соның өзі ұзақ уақытқа жетеді. Бетіне әсемдейтін заттарын, осындай мешок, насадка алып қойыңыздар. Осындай капкейкке, өпипайға арналған насадкілерді алып қойсаңыздар, сіздерге ұзақ уақытқа жетеді. Міне осылай әсемдейтін заттардың да неше түрлісі бар кондитерлік дүкенде.
осындай әртүрлісін алып, домалақ тәрізді, жұлдыз тәрізді, жылтырақтар неше түрлісі бар. Осылай сәндесеңіздер өте әдемі көрінеді. Кремге краситель қосып, басқа түске енгізіп те істесеңіздер де болады. Бұл енді өз фантазияларыңыз, алған заттарыңызға қарай түрлі етіп, әдемі етіп жасай берсеңіздер болады. Міне біздің капкейктеріміз дайын, өте дәмді, әдемі шықты. Жей берсеңіздер де болады, немесе тоңазтқышқа салып ертесіне жесеңіздер де бола береді. Сол свежий күйін сақтап, өз-өзін әдемі сақтап тұрады. Сіздермен болған Айтгүл.